Украинаға Ресей аумағындағы нысандарға өз қаруымен соққы жасауға қанша ел рұқсат бергенін білесіз бе? Айтып берейін. Бүгінгі таңда 10-нан аса ел осындай рұқсат берген. Олардың қатарында НАТО елдері бар. Мысалы, бұл шешімді Франция, Ұлыбритания, Нидерланд, Польша, Швеция, Финляндия, Чехия, Литва, Латвия және Эстония қолдаған. Оған тағы ақш-ты қосуға болады. Бірақ мұнда бір кілтипан бар. Бұл ел басшыларының айтуынша, Украина өз аумағын қорғау үшін осындай қадамдарға баруға құқылы. Алайда Украина бұл рұқсатты әскери мақсаттарға ғана пайдалану керек. Яғни Ресей аумағындағы тек әскери нысандарды атқылауға міндетті. Сондай-ақ халықаралық құқық нормалары мен соғыс заңдары сақталуға тиіс. Қалалар мен бейбіт тұрғындарға соққы жасауға болмайды. ақш мысалға Хаймарс қаруын қолдануға рұқсат берсе де, Атакамсты қолдануға рұқсат бермей отыр. Себебі қару өте алыс қашықта ұша алады және соққы салдары ауыр болуы мүмкін. Ұлыбританияда Курск облысына басып кірген Украинаға Storm Shadow зымырандарымен шабуылдауға рұқсат бермеген еді. Ал Ресейге келсек, Иран мен Солтүстік Кореядан алған зымырандармен соққы жасап жатыр. Байқағанымызда, Ресей ешқандай шектеусіз соққы жасап жатса да, Украинаға көп ел белгілі бір шектеу қойып отыр. Ал Украина бұл халықаралық құқық пен ережелерді сақтауға міндетті. Осындай маңызды жаңалықтарды, статистикаларды әшкере телеграм арнасында келтіреміз. Сілтеме профильде жазылып қойыңыз.